мәтіннің мақсатын анықтаңыздар. Берілген мәтінге сәйкес тақырып, мәтіннің мақсаты, тұсау сөзіне мағынасы жақын сөзді. И осылайынан. Соңғы жақ мәтіндерге байланысты примерно осылай. Мәтін бастапқысы 16-дан басталады. 16-ны қарасаңыздар, математика әлде қашан дүние танудың сөз қалдырып кеткен жақтарын зерттейтін физика, химия, биология, астрономия сияқты ғылымдардың күнделікті қолданатын зерттеу құралына айналған қазіргі кезде еш дау тудырмас ақиқатқа айналып отыр дейді. Яғни сіздер білу қажетсіздер, кірерден алың, что математика әлде қашан дүниені танудың сапалық жақтарын зерттейтіндігін. Келесі біртекті сапалық сөз қалдырып кеткен, оны варианттың ішінен таңдайсыздар. Білдіретін қарама-қарсы мәні жағынан өзара тепе-тең, тілде үнемі бір-біріне қарама-қарсы. Яғни мынаны сіздер мына жерде дұрыс жауабын белгілемесем, даже мен де қиналушым. Оны қиналмау үшін не істейсіздер? Хотя бы ана жердегі платныйын тапсырасыздар. ОТОның сайтына кірген уақытта платный версиясы болады, 2,5 теңге қателеспесем. Соны тапсырасыздар и әрқайсысын талдайсыздар. Мен бір өзіңіз талдаңыз деп айтпаймын. Хотя бы осы жерде неше адам кірдіңіздер қазір? Созалар өздеріңіз жиналасыздар, 9 адам болып, 9 адам кіріп отырсыздар. 9 адам болып, бүкіліңіз ақша жинап, осыны сатып аласыздар и бүкіліңіз бірге, біз қазір Teams-та отырмыз ғой, можете Teams арқылы біреуіңіз жинап, немесе Meet арқылы жиналасыздар, бүкіліңіз отырасыздар, именно ТГО-дан қиналасыздар ма, ТГО-ны бүкіліңіз жиналып отырып, ананың дұрыс жауабын тауып тұрып тапсырасыздар. И сол тапсырғаныңыз бойынша жауаптардың соңында қайсысы қате, қайсысы дұрыс екендігін көрсетеді ғой. Осы сол дұрыстарын сол күйі шығару жолын қарайсыздар. А вот дұрыс емес дегендерін өздеріңіз қайттан дұрыстап бөлек қайттан шығарасыздар. Так. Есептің өзіне келейік. Критикалық ойлау бізден. Критикалық ойлауда қарасаңыздар, геометриядан бүкіліңіз қиналасыздар. Геометрияны кімдер қиналмайды? Бакалаврде математика саласындағы оқығандар қиналмайды. Олар может смело тапсыруға. Чуть қиналуы мүмкін, но хотя бы олар тапсыра алады. Бірақ бакалаврды бітіріп кеткеннен 5-6 жыл болған, немесе бакалаврда гуманитарлық бағытта оқыған, немесе математикаға қатысы жоқ бағытта оқығандарға геометриядан қиналады деген күннің өзіне давайте геометрияны тастап кетейікші. Біреуі тасталып кетеді геометрияға. Екеуі тасталып кетеді. Мұна геометриялық әдіс деп айта алмаймын, себебі бұда просто санап шығасыздар неше штук екендігін қазір келеміз бұған. Біреу екі периметр қиын емес. Мысалы, 3 есеп. Геометрия. Неше қатарға жариялған. Бұл да дұрыс қиын емес. Сонда сіздер 3 есеп геометрияда мен қиналып кеттім, апай, вообще не то есептер, мен мектеп кезінде түсінбегем деген күннің өзінде жалпы 15-тен 12-сін тапсыра алуға жетсіздер. 12-сін калькулятормен есептейсіздер ме? Много есептеуге болатын әдісті қарайсыздар ма? Сол әдіске қарай есептейсіздер. Жалпы бұл нұсқа талдамасы алды мен сіздерге ТГО-да ең жиі кездесетін формулалар. Формулалар бұл тоже Telegram чаттардан іздесеңіздер табылып жатыр. Формуланың неше түрі бар. Бүкілі сіздер сияқты қарастырып жатыр. Мысалға, сіздер Телеграмнан ойбай қалай іздеймін, Телеграм деп атсыз дейсіздер. Өздеріңіз тапсырып отқан пәннің нөміріне қарайсыздар. Мысалға, математика педагогы. Менікі математика педагогы. Математика педагогы бізде М010. Телеграмға кіресіздер, М010-ді біздейсіздер. Шығады сіздерде чат. И сол чатта именно осы М010 ба, М010-ның несі шығады. Тапсырайын деп отқан адамдардың бүкілі жиналады. Жақындаған уақытта осылар бір-бірімен нұсқа талдайды, немесе алдыңға талданып қойған нұсқалардың файлы тұрады. Сол файлды аласыздар, іздейсіздер. Енді есеп. Бізде бірінші дәреженің формуласын беріп қойған. Яғни бір санның кез келген дәрежесі бір цифрмен аяқталады дейді. Қарап тұрсаңыздар, мысал ретінде де белгілеп қойған. Яғни бірді өзіне неше рет көбейтсеңіздер де, сіздерде бәрібір бірі шығады. Есеп осыған байланысты, тоже бір анықтама.
Мысал есеп қарастырайықшы. 3041-дің 2019 саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз дейді. Осындайды бастапқыда мен де бірінші көргенде қиналып қалғам. Мысалға 3041-дің 1 дәрежесі дегеніміз осы. 2 дәрежесі дегеніміз өзіне 2 рет көбейту. 3 дәрежесі дегеніміз 3 рет көбейту. 4 дегеніміз 4 рет. Мынаны 2019 рет көбейте алмаймын ғой, калькуляторға сыймайды деп ойлаймын. Себебі бізде бірақ ол калькуляторға салудың қажеті жоқ. Себебі бізде бүкіл санды сұрап тұрған жоқ, нені ғана сұрап тұр, қандай цифрмен аяқталады. Вот соңындағы цифрны сұрап тұр. Мысалға 11-дің квадраты 121. Қарасаңыздар, соңы 1-мен бітіп тұр ғой, мына 11-дің өзі. Осының қанша дәрежесін алсаңыздар да, соңында шыққан сан 1-мен аяқталатын болып шығады. Соңында шыққан сан всегда 1-мен аяқталатын болып шығады. Тура сол сияқты мына жерде мысал берейік. 3041-дің 2019 дәрежесі можем сразу 1-мен аяқталады деп белгі салуға. И тура солайынан мына жерде қарасаңыздар, 1-мен аяқталады. Тек 1 ғана емес. 1 жоқ. Өзгермейтін сандарды жазайыншы. Өзгермейді. Вот осайынан 1-дің кез келген дәрежесі 1 болады ғой, соңындағысы. Тура солайынан 1, 5 и 6 өзгермейді. Осы үшеуі өзгермейді. 1, 5, 6, 3. Не үшін? Себебі 5-ті қарайықшы. 5-тің квадраты неше? 25. 5-тің кубы сіздерде 125. Қарасаңыздар, соңы всегда 5-пен аяқталып жатыр. Демек, сіздерге қандай үлкен сан беріліп тұрса да, егер оның соңғы цифрасы 1-мен, 5-пен, 6-мен аяқталатын болса, 1, 5, 6-мен, ондай болатын болса, оның соңғы цифрасы всегда сол санның өзі болады. 1-дікі болса 1, 5-дікі болса 5, 6-ның болса 6. Мысалға, 2025-дің дәрежесінде 2016 тұрсын. Сіздер дәрежеге қарамайсыздар, мына жердегі санға қарайсыздар. Бірінші очередте қарайтынымыз осы. Егер 5 болатын болса, соңғы цифрасын сұрап тұрса, жауабы сіздерде 5. Осы санның соңғы цифрасы 5 болады. Мына жерде 6 ма? Жауабы 6. 1 ма? Жауабы 1. Осылар осы күйінде. Басқа цифрлар берілетін болса, 1, 5, 6-дан бөлекте сандар бар ғой бізде. 2, 3, 4, 7, 8, 9 деген сандар бар. Солармен біз шығара аламыз. Қарайық. Мына жерге тура осы файлдың ішінде, тура осы күйінде берілген. Мен сіздерге осы файлды жібере саламын. Бұл тегін алынған, Телеграмнан алынған файл готовый. Бұл тоже басқа адам жасалынған. Қарасақ айтылады, 2 санның дәрежелері 2, 4, 8, 6 цифрмен аяқталынады дейді. Қарасаңыз, мысал ретінде де көрсетіліп қойған. 2-ның 1 дәрежесі, 2-ның квадраты, 2-ның 3 дәрежесі, 2-ның 4 дәрежесі. 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп көбейте берген. Но бізге бәрібір соңымен жұмыс жасайтын болған соң, соңына қарасаңыздар, 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6 деп кете береді. Демек, бұл не? Әр 4 сан сайын қайталанады. 2, 4, 8, 6 арқылы. Есеп шығарған уақытта мен сіздерге осыны көрсетейін. Жоқ, давайте мына нұсқаны, осы нұсқаны. Мысалды өздеріңіз шығарасыздар. Мен сіздерге басқа мысал көрсетейін. Мысалға, 2392-ның дәрежесінде 167 тұрсын. 167. Сіздер 2 санын білдіңіздер, әр 4 сан сайын екен. Болды. Осы ақпаратқа ғана керек бұл. Басқасын ұмытасыздар. Әр 4 сан сайын екендігін біліп алдыңыздар, былайынан жазып алдыңыздар 4 екендігін. Онда дәрежесін аласыздар да 167-ні. Бізде неше сан сайын қайталанып отыр, соған бөлесіздер. 4 сан сайын ба? 4-ке бөлеміз. 167-ні 4-ке бөлсек, калькулятормен бөліңіздер сіздер. Калькулятормен бөлген уақытта қаралық
41,75. Бізге бұлай алған керек емес. Бізде бүтін бөлінген аластар 41 ғой. 41-ді 4-ке көбейтсек 164 екен да. 164, 163-ке, 167-ге 3 сан жетпей жатыр. Онда қалдық бізде 3 қалдық. 3 қалдық. 3 қалдық. Осы қалдықты аластарда мына жердегі дәрежеге барастыр. Қалдықтың неше шыққанына байланысты бізде 3 шықса, 2-нің дәрежесіндегі 3-ті аласыздар. Онда менде мынау санның соңы 8-бен аяқталады деймін. 8-бен аяқталады. Сіздер аласыздар. Осы санның соңы 8-бен аяқталатындығын мына 2-нің 3 дәрежесіне қарадым, ол тең 8-ге. Сол сияқты мынау қалдық неше 3-тік қалады, сіздер сол мына жерде дәрежесіне қарайсыздар. Егер қалдық біреу қалатын болса, 2-мен аяқталады. Қалатын болса, 4-мен аяқталады. Қалдық 3-еу болса 8, қалдық 4-еу болса, мынау соңғысына қарайсыздар. 16 деп жүрмейсіздер. 6. Қалдық 4-мен аяқталатын болса, 6. Тура осылай өздеріңіз попробуйте мынаны есептеп. 1997-ні. Екі шыға ма? 2D варианты. 2 екен. Все. Шықпағандарға, немесе енді шығарып отқандарға, осын қайттан шығарып көрсетеміз. Аламыз. Дәрежесі 1997 болып тұрма. 4 сан сайын қайталанатын білдік. 4-ке бөлеміз. Ой, мен неге баған түнді жазып қоя беріп жатырмын. Калькулятормен бөлесіздер ғой сіздер, өздеріңіз есептемеңіздер, уақытты көп алып қояды. 1997-ні 4-ке бөлетін болсам, 499,25 деп жатыр. Үтірге дейінгі санды аламыз, 499, оны қайтып 4-ке көбейтсек, 1996 екен. Мынау 1997-ге бір қалдық, яғни бір сан жетпей тұр. Бір сан жетпей, неше сан жетпей тұр, сол сіздерде қалдық болып есептелінеді. Бізде бір қалдық, 2-нің бір дәрежесіне қараймыз онда. Именно бірге. Сонда жауабы 2 екен. Соңғы цифра 2-мен бітеді. Все. Тура солайынан 3-тікін қараймыз. Жаңа 2-нікі болды ғой. 3-тікі де тура солайынан, но енді бұл жердегі сандар чүт басқаша да. 3-тің бір дәрежесі 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1 деп кете береді екен. Мен бұны мысал көрсетпеймін, өздеріңіз аласыздар, дәл қазір есептейсіздер. Осы мысалды 2453-тің 2006 дәрежесін есептейсіздер. Тоғыз шықты. 9 ба? Дұрыс екен. 9 екен. 2006-ны 4-ке бөлесіздер. Сол кезде какой-то бір сан шықты да, қалдық 2 болды. Біз қазір мына сандарды сіздің жазылған негізден списогыңыздан көріп тұрмыз ғой. Ана жерде бұндай жазылған список болмайды ғой, біз оны жаттап алу керекпіз ба? Жоқ, мынау список жоқ па? Жоқ, ұмытайық бұны. Мына жерге қарайсыздар. 2453-тің 2006 дәрежесі жаттамаңыздар, сіздер жаттайтын нәрсе көп болып кетті. Бұны жаттаудың қажеті жоқ. Есептің берілгеніне қараймыз. Соңғы сан 3 па? Өздеріңіз сіздерге именно парақ болады, ручка да болады, уайымдамаңыздар. 3-ті есептейсіздер. 3-тің 1, 3-тің квадраты. Давайте мен осыны есептеуге қанша уақыт кететінін секундамаймен қойып есептейтін болсақ, көп уақыт алмау қажет. 3-тің 1 дәрежесі, 3-тің 2 дәрежесі, 3-тің 3 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі, 3-тің 5, 3-тің 6, 3-тің 7, 3-тің 8.
тең. 3-тен 1-ді білесіздер, 3-тен квадратын примерно білесіздер, 9-ды тағы да 3-ке көбейтесіздер. Немесе, давайте сразу калькулятор алайын, чтобы сіздермен елестету оңай болу үшін. Так, бізде 9 болып тұр. 9-ды көбейтесіздер 3-ке 27 шықты. Мұнан 27 деп жазасыздар. 27-ні тағы да көбейтесіздер 3-ке 81 дейсіздер. 81-ді тағы да көбейтесіздер 3-ке 243. Мынаны қараңыздар. До конца есептеп отырудың қажеті жоқ. Мына соңғы 3-пен аяқталғанын көрдіңіздер ме? Сіздерде 3 бар ғой мына жақта. Тағы 3-ке қалды ма? Болды, онда келесі қайталанады. Осы жерден тоқтайсаңыздар да, мына жақ керек емес. Мына 4-еуі қайталанбай тұр ма? Осы қайталанбай тұрған алыстар 4 штук екен. Осы сіздерде мына жердегі мына бастапқы 4-еуі сияқты тұрады. 4-еуін өздеріңіз жазып алдыңыздар. Дальше мыналар керек емес. Сіздерде ана жерде парақты көп орын болады ғой. Аластарда дәрежесін аластар 2006 4-ке бөлесіздер. Калькулятор аламыз. 2006 бөлеміз 4-ке. 501. 501 көбейтеміз 4-ке. 2004, 2006-ға бізде 2 сан жетпей тұр. Сонда 2 қалдық. 3-тің квадратына барасыздар. 3-тің дәрежесінде 2-ке. Значит, ол бізде 9-мен аяқталады. Все. Өздеріңіз қолмен жазасыздар. Бүкіл всегда қандай сан берсе де қолмен жазасыздар. Тек уақыт құртпайсыздар қандай санға. Мен мынаны қазір өзім есептегенге 1 минут. Мына бүкіл қолдан жазып отырғанға 1 минут 49 секунд кетті. Тек уақыт құртпайсыздар. Егер соңғы сан 1 болса, жаңағы айтып кеткендей 5 болса, 6 болса. Бұларға уақыт құртудың қажеті жоқ. Бұлардың соңғы цифрасы осылардың өздері ғана болады. Қарасаңыздар 4-тікі бар екен мына жерде. 4 әр 2 сан сайын ғана қайталанады екен. 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6 деп. Бұны тоже дәрежесін бөлген уақытта қарасаңыздар 2098-ді енді 2-ге бөлесіздер. 2098 2-ге бөлсеңіздер 1049. Үтірден кейін сан жоқ. Қарасаңыздар, үтірден кейін сан жоқ болса, қалдық жоқ. Қалдық жоқ болса, не істейсіздер сіздер? Мына жердегі списокта бізде 2 сан тұр ғой, соңғысын аласыздар. Қалдық жоқ болса, всегда соңғысын аласыздар. Мына осы. Егер жаңа есепте тоже мынада қалдық жоқ болатын болса, 4-ке бөліп атырық қой. Жалпы 4-еу ғой, қалдық жоқ болса, соңғысын алатын едіңіздер, 3-тің 4 дәрежесі. Қалдық бар болса, сол неше не болып тұр, соны ала бересіздер. Так, 6-нікі емес. Вот, 5-тікін бізде көрсетіп қойған. 5-тің любой дәрежесі бізде 5-пен аяқталған деп тұр. 6-нікі тоже всегда 6-мен аяқталған. Мына жерде қарасаңыздар. А вот 7-нікі тоже есептенеді екен. 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1 қайталанады. И бұны 4-ке бөлесіздер. Тоже. 2018-ді 4-ке бөлетін болсақ. Есептемей қояқ. Есептеу жолын түсіндіңіздер ғой, жаңағы сияқты болады. 7-нікі тоже, 8-нікі тоже, и 9-нікі тоже. Қарасаңыздар, 1, 5, 6-нікі ғана басқаша, и 4-те тоже екеу ғана екен. Кітап беті дейді сіздерде. Вот. Бұл бірақ соңғы кездері редкі кездесіп жүр. Болады. Болмайды емес, болады арасында. Редкі кездесіп қалады. Қарасаңыздар, егер кітап бірінші беттен басталса, негізі есептің барысында көбіне беріп қою мүмкін. Немесе бермеуі де мүмкін. Қараймыз. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 600 цифр пайдаланылды. Осы кітапта барлығы неше кітап бет екендігін анықтаңыз дейді. Бұл готовый формула. N минус 189-ды бөлесіздер 3-ке, и оған қосасыздар 99-ды. N деген сіздерде қолданылған цифр. Нөмірлеу үшін кеткен цифр. 600 минус 189-ды бөлесіздер 3-ке, қосасыздар 99-ды. Мынау кітап сіздерге бар болатын, то есть сіздерге қазір жіберілетін кітап. Сіздер просто мен қазір бұны қалай қолдану керек?
кайсысы ненікін білдіріп тұрғандығын ғана көрсетіп кетем болды. Ары қарата осыған ұқсас, қазір өздеріңіз нұсқа талдаған уақытта осы тақырыптар кездесіп қалса, осыдан ашып, как справочник ретінде қолдансаңыздар болады. Есептеген уақытта жауабы 236 шықты. 236 бет бар екен. Егер кітап 3-ші беттен басталса, қарасаңыздар, именно осы 3-ші беттен басталса, 3-ші беттен басталғандығын көрсетіп қояды. Егер көрсетпеді ма, онда 1-ші беттен басталды деп осы формулаға қолдана бересіздер. n-189 бөлінген 3 қосылған 99. Екеуінің разницасы, екеуінде де формула бірдей. Просто разницасын қарасаңыздар, мынау 1-ші беттен басталғандықтан 189 деп алынып жатыр да, ал мынау 3-ші беттен басталғандықтан чуть аз болды 187 деп. n-187, потому что не үшін 187? Себебі бұда 1 және 2 деген беттер жоқ. Сондықтан 188, 187-ге түсіп кетті. Сондықтан 187 бөлінген 3 қосылған 99. 430 цифр пайдаланған, 430 азайтылған 187 бөлінген 3 қосылған 99 тең деп жауабы 180 шыққан. 180 таңдалынды. 189 өзгермей ма, сонда ол формула ма, тай? Иә, кітаптан белгісі 189, 189, иә? 187 3-ші беттен басталса, 189 1-ші беттен басталса. И асты бөлімі 3 болып тұра береді, иә? Бөлімі 3 всегда қосылына 99, всегда. Ал егер мысалға 5-ші беттен десе, онда 189-ды 5-ке азайтып барып қоямыз ба жерге? Иә. 189-дан қарасаңыздар 2-ні азайтып жатыр. Себебі 3-тің өзі бар ғой. Егер сіздерде 5-ші беттен басталады десе, 4-ті азайтасыздар. Себебі 5-ші беттің өзі бар ғой, сондықтан 5-ті азайтпайсыздар, 4-ті азайтасыздар. Түсінікті. Газет журнал беті сіздерде қанша беттен тұрғандығы берілсе, n беттен берілсе, онда кез келген қос беттің саны n+1 болады деп алынған пәде болып маңызды емес. Жарайды, есепке қарай салайықшы. Асқар көшеден бір газет парағын тауып алды. Оның бір жағында 27-ші қатты не өкірді, 27-ші бет, ал екінші жағында 10-ші бет жазулы тұрды. Сонда газет неше беттен тұрған дейді. Яғни біз мына жерге қарасаңыздар, егер газет немесе журнал n беттен тұрса, онда кез келген қос беттің қосындысы n+1 деп тұр. Сондықтан мына жерде біз тура соны пайдаланамыз. 27-ші бет деп тұр ма? 27-ге қосамыз 10-ды, потому что келесі бетінде біз екінші жағында 10 деп тұр ғой. Ал мына жақта n+1. Просто n-ді табамыз осы жерде. Теңдеу мына жерде. n-нің орнына 36. Мына теңдеу ретінде шешсеңіздер де болады. Осы теңдеуді құрастырып алдыңыздар ғой. Немесе просто варианттан аласыздар. Варианттан мына 40, 37, 36, 44, 46 тұр ғой. Шеше алмаймын десеңіздер, n-нің орнына қоясыздар. 40 қосу 1, 41 ғой. Мына жақта 27 қосу 10. Тең келе ма? Соны қарайсыздар 37. Осылайына есептеп отырасыздар. Немесе теңдеу шеше алсаңыздар, тура осылайына шешіп, жауабын n тең 36 беттен тұратындығын көрсетіп жібересіздер. Бұл пайде бұған байланысты есепті іздеп тұрып тапсаңыздар ғана шығады. 10 нұсқаның ішінде біреуінде ғана болатын шығар. Себебі менде нұсқаның ішінен әлі кездестіре көрмедім. Но неде кездеседі? Мектеп бітіргендегі матсауаттықта кездесетін осындай есептер. Келесі сандардың арифметикалық ортасы. Мынау жиі кездеседі, бірақ бұл оңай есеп. Арифметикалық орта немесе просто ортасы деп кетуі мүмкін кей кездері. Орташасы деген сияқты нәрсе айтса, всегда берілген сандарды аласыздар да, мына жерде неше сан беріліп тұр, ұпайлар беріліп тұр ғой. Соның үстіне жазып шығасыздар. Вот, мына жерде жазып шыққан. Мынау 8 деген нәрсе ол не? Сіздер мынаны неше штук екендігін сай саласыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сан. Сол 8 санға бөле саласыздар болды. 96 бөлінген 8 тең 12. Всегда
Арифметикалык орта эң оңой нерсе. Неше сан бар? Сонун бүкүлүн косам дейсиздер да. Неше штукка бөлөсүздөр? Соны бөлүп жүрөсүздөр. Мисалы қазір мына жерде биз неше адам болуп отурмуз? Жиналыста 11 адам болуп отурмуз го. Биздин жаштарыбызды табыңдар. Мына жерде отурган адамдардын орточо жашын айт дейтин болса, бүкүлүбүздүн орточо жашыбыз бирөөбүз 23, 26, бирөө 20да, бирөө 30да. Солай бүкүлүбүздүн косамыз да 11 адамбыз го биз. 11ге бөлүп жиберебиз. Карап турсаңыздар, Казакстандагы орточо айлык 400 мың. 200 мың, 500 мың деп айтып отур. Ол не үчүн? Себеби, мисалга 2 адамды алайлычы. 2 адам. Биринчи адамдын зарплатасы 100 мың болсун да, 100к. Экинчи адамдын зарплатасы 2 миллион болсун. Осы экөөнүн орточо зарплатасын айтатын болсак, 2ке бөлүп жибере саламыз. Сиздер қазір 2 миллион 100 мыңды 2ке бөлөтүн болсак, 2 миллион 100 мыңды 2ке бөлөтүн болсаңыздар, 1 миллион бирденге 1 миллион 50 мың чыгып кетет. 1 миллион 50 мың деген мына биринчи адам зарплатасы. Бекитте жатыр ғой. Сол үчүн вот Казакстандын орточо зарплатасы сол үчүн бизде көп сыяктуу болуп көрүнөдү. 400к, 500к, немесе 300к деген кайдан чыгып атыр? Менин зарплатам 200 мың ғой дейсиздер кээ бирөөлөр. Трендстат, тиктокто бүкүл жерде сөйүп айтып атат. Ол адамдын зарплатасы тоже эсептеп отур. Но мына жакта бизде миллионерлер бар, миллиардерлер бар. Олардын миллионун, миллиардын, ана бизнес менен айналысып аткан адамдардын акчалары бар. Солардын акчаларын косуп, осайында соларды общийно бөлүп жибере салсаң, из-за того, что олардыкі көп болгондуктан, мынанын орточосу да тоже көп сыяктуу болуп кетет. Ойбай, Казакстан бай сыяктуу болуп көрүнөт. На самом деле жок, просто арамызда бай адамдар тоже акчалары слишком көп болуп кетип отур. Сол себептен осайын ашат. Арифметикалык орта деген нерсе осы. Бүкүлүн косап, неше штук соған бөлүп жиберет. Всё. Керек эмес. Бөлшектердин бөлүмдөгү иррационалдыктан кутулуу. Мына нерсе сиздерге мүлдем каршы эмес. Буну колдонбойсуздар сиздер. Каршы эмес. Масштаб деген керек. Масштаб және ЕОБ деген диаграммасы бар экен. Масштабты аламыз. Масштаб деген нерсе, карасаңыздар, сиздерге просто мынаны карайсыздар. Картадагысы ит жердегisi. Бул экөөнүн бөлүсүздөр бири-бирине. Карта бөлүү жерде. Масштаб сиздерде всегда бөлүнгөн берилет. 1 бөлүнгөн 500 мың деп. Мына эсепке карасаңыздар, масштабы 1 бөлүнгөн 500 мың болатын. Картада 2 каланын ара кашыктыгы 4,5 сантиметр болса, олардын мекендеги, яғни шын мәніндегі ара қашықтығы қандай дейді? Алыңыздар формулаға салыңыздар болды. Масштаб сіздерде 1 бөлінген 500 мың деп тұр ғой. Соны бөлшек күйінде жазыла саласыздар. 1 бөлінген 500 мың тең. Картадағысын 4,5 деп тұр ғой. 4,5 бөлінген x. Все, осыны пропорция күйінде жасайсыздар. Мына мен мынаны көбейтесіздер. Мына мен мынаны көбейтесіздер. X пен 1-ді көбейтесіздер. X-тің өзі шығады бұл. 4,5 мен 500 мыңды көбейтесіздер. Калькулятор бар, калькулятормен есептеп жібересіздер. Бірақ масштабтың екі түрі бар, қарасаңыздар. Мынау 1 бөлінген 500 мың деп тұр ғой. Бұл үлкен затты кішіреткенде. Мысалға, екі қаланың ара қашықтығын сіздер бір параққа сыйдырмайсыздар ғой. Негізі сыймайды ғой, сол күйінде алсаңыздар. Сіздер оны кішірейтесіздер. Мынау 500 мың есе кішірейтті деген нәрсе бар. Немесе керісінше бұландай нәрсе болуы мүмкін. 500-ді бірінші жазып қойып, бұлайынан жазып қойса, бұл микроскоппен көретін заттар. Ана майда заттар бар ғой, биологияда амеба деген нәрсе, микроб деген сияқты нәрселерді сіздер көре алмайсыздар ғой. Оны үлкейтіп көре аласыздар. Бірақ кітаптың бетінде ол сызылып тұрады. Мынандай амеба тұр, осының мына жері жасыл цветі тұр дейді. Сіздер оны өміріңізде көріп көрмеңіздер, бірақ сіз мынаның примерно амеба екенін суретінен біліп тұрсыз. Но суреті қалай салынып тұр ол? Үлкейтіліп салынып тұр. Үлкен қылып салынып тұр. 500 есе, 10 есе, 20 есе үлкейтілген. Ол масштабтың қандай түріне берілгені маңызды емес, всегда осыны қолданасыздар.
масштабты қоясыздар. 500 бөлінген 1 болып тұр ма? Тең, мына жақта картадағысын, мына жердегі шынайы өмірдегісі қанша екендігі ғой. Шынайы өмірде қандай? Сол астына кетіп, картадағысы всегда үстінде тұрады. Масштабтың формуласы всегда сол. Соған сала бересіздер. Но енді өлшем бірліктен шатасып кетпеңіздер. Себебі мына жерде сантиметр ма? Қарасаңыздар, мына екеуін көбейткенде сантиметрмен шығып тұр. Ал вариантқа қарасаңыздар, варианттың ешқайсында не жоқ? Сантиметр деген нәрсе жоқ. Демек, алынған сантиметрде километрге айналдырылған. Мына 2 нөлді алып тастасақ метр болады. Бізде 1 километрде 1000 метрі бар. Сондықтан 3 санға жылжимыз. 1, 2, и мына 5-тен кейін өтіріп ойылған. 22-ден 5. 22,5. Немесе вариантта да басқа сан жоқ екен ғой. Қарасаңыздар, 22, 2, 2, 5. 2, 2, 5 деген нәрсені іздей саласыздар. Өтір қоятын жерді білмей қалдыңыздар ма? Осындай сан қайсында бар, соны белгісіздер болды. Мыналар жоқ. Ең үлкен ортақ бөлгіші. Ең үлкен ортақ бөлгіш деген нәрсе мына жерде формуласын беріп қойған. Но давайте формуласын алмай қояйықшы. Себебі бұл калькулятормен есептей аласыздар сіздер. Калькулятормен есептелінетін нәрсе мынада варианттар бар ма? Негізі вариантпен бұл берілгені бар. Негізі вариантпен береді сіздерде. Еуі 175 пен 105 деген. Жоқ па? Варианттар жазын алып кетті. Мысалға, А варианты 25 болсын. В варианты 5 болсын. С варианты мынаның жауабы неше шықты? 35 болсын. Осы 3 вариантты қарастырайық. Қалай қарастырамыз? Е, О, Б. Вариантта қарасаңыздар, деген нәрсе көрсеңіздер, просто ең үлкенін аласыздар. Ең үлкен, ішінен ең үлкен іздейсіздер. Д дейміз. 40 дейсің. Осы 4 варианттың ішінен ең үлкен аласыздар. Бізде 2 сан беріліп тұр ғой, 175 және 105. 175-ті бөлесіздер, ең үлкенде бөліп көресіздер бірінші 40-қа. Бөлінбейді. Қарасаңыздар өтірмен шығып жатыр, онда бөлінбейді деген сөз. Онда келесі санды аласыздар. Бұл вариант бізге керек емес екен. 175-ті бөлесіздер 35-ке. Ой. 35-ке. 175-ті 35-ке бөлесіздер. Бөлінеді екен 5 екен. Но бізде еще тағы бір сан бар ғой. Соны тоже тексеріп көріңіздер. 105 бар ғой. 105-ті тоже бөлеміз 35-ке. О, бөлінді. Значит, мынаның ең үлкен ортақ бөлгіші 35 деп ала саласыздар. Керісінше, екі ойы берілуі мүмкін. Екі ойы. Екі ойы. 25 және 10 деп берілуі мүмкін. Осыны тап десе, варианттарды жазайық. 30, В варианты 60, С варианты 50, Д варианты 250 делік. К деген сөзді көрсеңіздер, кішісі керек сіздерге. Кішкентайын аласыздар. Но, қалай аласыздар? Қарасаңыздар, мынаның бүкілі. Мына варианттардан кішкентай. Демек, бұл жерде керісінше бөлесіздер деген сөз. 30-ды 25-ке, 30-ды 10-ға бөлесіздер. 30 бізде 25-ке бөлінбейді. Түрінен ақ көріп тұр. Бұны вариант емес. 60-ды 25-ке бөліп көреміз. 60 бөлінеді 25-ке. Бөлінбейді екен. Значит, 60 тоже вариант емес. Келесі 50. 50 негіз. 50-ді бөлеміз 25-ке. 50 25-ке бөлінеді, 50 10-ға да бөлінеді. Демек, бізде С вариант екен. Тұр осылайды. К-ны көрсеңіздер, кішкентайын іздейсіздер. Үні көрсеңіздер, үлкенін іздейсіздер. Мынау 250 тоже бөлінеді мыналарға. Но бізде үлкен сұрап тұрған жоқ, кішісін сұрап тұр. Кішісі 50 екен. Жауабын 50 күйінде қалдырасыздар. Так.
Эйлер Вен диаграммасы мектептегі бағдарламада 6 сыныптың бағдарламасына кездеседі. Бастауыштарда жеңіл түрі кездесетін тақырып. Бұл жерде мысал есеп бар ма? Жоқ, давайте осы жиыннан көрсете берейікші. А жиыны. Жиынның ішінде кез келген бір сандар жатыр дейді. Осы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және В жиынында осы сандар тоже жатыр берілген. Енді осы жиындар пайдаланып диаграмманы сызатын болса, мынау диаграмманы сызған уақытта әртүрлі түске әдейі беріп қойған. Мынау ортасындағы көгі қарасаңыздар, екі шеңберде де бар ғой, ортасында көк тұрған жер. Мынау шеңберге де тиесілі, мынаған да тиіп тұр. Сондықтан екеуінде де бар затты жазады осының ішіне. Екеуінде де бар зат қандай? Екеуінде де 1 бар. Екеуінде де 3 бар, екеуінде де 5 бар, екеуінде де 7 бар. 1, 3, 5, 7. Мынада да бар. 1, 3, 5, 7 бар. Енді мынау жасыл болып тұрған жер, бұл А-ның өзі ғана. Бұған В жоқ бұл жерде. В мына көкпен ғана, мына жемен ғана, мына шетін ғана алып тұр. Жасыл болып тұрған жер А-ның өзін ғана жазсақ, 2, 4, 6 ғана қалды. 2, 4, 6. Мына жақта В жиыны 9 мен 1. Бірігу амалы дегеніміз, вот сол екеуінің осы жердегі бірігіп тұрғандары. То есть бүкілі екі зат бір-біріне бірігіп тұр. Мына менен мына екеуі бір-біріне просто қосыла салды. Ішінде не бар? Соның бүкіл жазылады. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 9, 11 бүкілі кіреді. Қиылысу деген бар. Екеуі қиылысқан жер ғана. Мына жер ғана. Екеуіне де ортақ бар зат болды. Осы қиылысу 1, 3, 5, 7 ғана. Бұны біз қандай есептерде қолданылады? Алуамалы қажет емес по идее. Мына бірінші мысалға қарайық. Сыныптағы оқушылардың 18-і ағылшын, 16-сы түрік тілін үйренеді деді. Осы оқушылардың 7-сі ағылшын және түрік тілін бірге үйренеді дейді. Сыныптағы барлық оқушы саны табыңыз дейді. Бұл осы жердегі оқушылардың несі сияқты ғой? Бұлайынан оқушылар бар. Ағылшынға да, түрікке де барып атқан. Но мына оқушы ағылшында тоже отырады. Мына жаққа барып, мына жерде тоже отырады. Мына оқушы түрікте тоже оқып жатыр, мына жақта тоже оқып жатыр. Ал мына оқушы тек ағылшында, мынау тек ағылшында болды, ешқайда барып отқан жоқ. Мынау тоже тек түрікте, мынау тек түрікте үйреніп жүр. Тура сол сияқты нәрсе. Екеуіне ортағы 7 ғой. 7-ні жазасыздар. Енді қараңыздар, 7-еуі бізде итақта бар ғой, ағылшында да, түрікте де бар. Сондықтан біз оны 18-дің ішінде тағы да ағылшында бар деп айта берудің қажет жоқ. Ол дублироваться етіп кетеді. То есть екінші рет айтылып кетеді. Сол себепті екеуінен де 7-ні азайтып тастаймыз, потому что бұл ортағында тұр. 18-ден деп тастаймыз, түріктен деп тастаймыз. Сонда қалғанын жазамыз. Мына жерде 11, мына жерде 9. Сол 11, 7, 9-ды қоссақ, барлық оқушының саны шығады. 11, 9, 7. Қосыңыз, мына жерде қосқан жер 27 шығыпты. 27 деген жауап. Вот, давайте өздеріңіз. Бұл жерде бірақ үшеу екен. Жарайды, үшеу екен. Көрсете салайықшы. Мекеме қызметкерлерінің 24 ағылшын, ағылшынды мына жерге жаза тұрмын әзірше. 24 ағылшын, 15-і неміс, 14-і француз тілін біледі дейді. Олардың 6-ы ағылшын және неміс тілдерін біледі. Ағылшын мен немістің тілінің ортасына мына жерге 6-ын қоя тұрамын. 5-еуі ағылшын және француз тілдерін біледі. 5-еуі ағылшын және француз. Мына жерге қоя тұрамын. Қазір азайтамыз біз бұл жерде сандарды. 4-еуі неміс және француз. 4-еуін осылайынан жазамыз. Ал 3-еуі 3 тілді де біледі дейді. 3-еуі мына жерде 3-еуін де біледі дейді. Қарасап, мен сызық жазып қойыппын мына жаққа. Не істеген қарайықшы. Ортасындағысын ғана жазған ғой бірінші. Не үшін? Себебі общий жазылып тұрғанда, келесісін жазған уақытта соны азайтып тұрып жазамыз. 3 па? Мына жерде мен 6 дедім ғой, ол жерге 6-ны жазбаған бұл. 6-дан осы 3-ті азайтып тұрып жазған. Мына 3.
Ағылшын мен неміс тілін 3 азайтып тастаған. Неміс пенен француз 4 дедім ба, бұл мына жақта 4-тен 3-ті азайтып тұрып 1-ді жазады қазір. Мына 1. Мына жақта 5 еді. 2-ні жазған. Тура соңынан қалғандарын бүкіліне азайтып тастап жазады. Так. Сіздерге мен өзім көрсетсеңші, ана жер көп болып кетіп. Ортадағы 3-ті бүкілінен азайтып шығамын. Мынадан азайтып шығамын, мынадан азайтып шығамын, мынадан азайтып шығамын. Мына жерде сонда 6-тан 3-ті азайтсам 3 қалады. Мында 1 қалады. Мында 2 қалады. Енді ағылшынды жазайықшы. Ағылшын не болады? 24 еді ғой. Осыдан азайтам, осы кругтың ішінде не тұр? Мына кругты жасылды көріп тұрсыздар ғой. Соны бүкілін азайтып тастаймын. 3, 2 тұр. 3, 2 тұр. 21, 18, 16. Ағылшын 16 екен бізде. Неміс тілі 15 деп тұрма? Осы көк шеңбердің ішінде бүкілін азайтып тастаймын. 3, 1-ді көріп тұрмын ба? 3, 1. 6, 9, 8 ба? Неміс тілі 8 екен. Так, 14-ті француз тілі, осыдан азайтамын 1, осы красный шеңбердің ішінде бүкіл санды 1, 3, 2. 1, 3, 2. Так, 18 екен тоже. Демек, бүкілін қосып шығамыз. Мына жер 8. 16, қосу 8, сыртындағы шеңберлер бұл. Ішіне кіреміз. 3, 1, 2 и плюс 3. Осыны бүкілін қосастыр. Он 16-ға қосастыр 8. Қосастыр 8-ді, қосастыр 8-ді, қосастыр 3-ді, қосастыр 1-ді, қосастыр 2-ді, қосастыр 3-ді. 41 екен. Жауапты 41 деген таңдайсыздар, бүкілін тағылыш. Неге қайта-қайта азайта беріп отыр? Потому что олар жаланып кетіп жатыр. Мынау үшеуінде білетін адам, чисто ағылшын білетіндерін қатарына қосудың қажеті жоқ. Потому что бұл ағылшынды білетін неміс тілі, француз тілі. Энервен диаграммасы дегеніміз осы сіздерге мысал ретінде береді, есеп жоқ екен. Есеп жоқ екен. Давайте тағы бір есептер. Формуланы қажет етпейтін есептерді қарастыра берейік. Мынандай есеп болуы мүмкін. Нұсқаны ашайыншы мен. Менде нұсқа бар еді. Вот, кесте және диаграммалар, формула қажет етпейді. Просто берілгеніне қарайсыздар, сол берілгеніне қарай шығарасыздар. Мына жерде 5-ші есеп. 5-ші есепте 2 бағаны салыстырып, жаңа мен сіздерге тақырыптарды көрсеткен уақытта айттым ғой. Шамаларды салыстыру деген болады, А бағаны, В бағаны береді деп. Вот осылай бағандар беріліп тұрады. А бағанды какой-то бір сан болу керек. Ол санды мына жерден қара дейді, мына айтылып тұр дейді. 7-ші сыныпта 4 пен 5-ке оқитын балалар саны, демек соны жазуға жетпіз. 8-ші сыныпта 3-ке оқитын балалар саны, мына жерге жазуға жетпіз. Оны қайдан табамыз? Оны кестеден табамыз. Қарасақ 5, 4, 3 деп жазылып тұрған. Бізге 4 пен 5 керек қой. 4 ол красный екен, 5 ол көк екен. Бізге ито тек 7-ші сынып қажет. 7-ші сыныпқа қарайын мен. Міне, 7-ші сынып, мынау бірінші нелер ғана. Осы жерден именно красный и көктер керек маған. Көк 10-ға келіп тұр, красный 20-ға келіп тұр. Демек, 10 қосу 20. 30-ды аласыздар. 8-ші сыныпта 3-ке оқитын балалар саны. Демек, 2-ші бағанға 8 керек, и 3-ке оқитын. Ол жасылдар керек. Жасылдың тұсына қарасаңыздар, мына жерде 30 деп тұр. Мына жақта 30 екен.
Демек, екі баған бізде бір-біріне тең болып тұрған вариант таңдайсыздар. А тең В-ға. Все. А тең В-ға деп аласыздар. Сұрақ қойсам бола ма? Иә, болады. Мына жерде мысалы 7 мен 8 емес, вот, например, 9-шы сыныптағы 4-ке оқитындарды сұрайтын болса, немесе 8-ші сыныптарда 4-ке оқитын сұрайтын болса, жаңа бағаның тұсында тұрған жоқ, тура ортасында тұр ғой. Мысалы, Иә. 40 пен 50-дің, 30 пен 40-тың ортасында, сол кезде қалай белгілейді? Ол сұрамайды. Олай сұрамайды. Қарасаңыздар, именно сұраған ғана белгілеп қойған ғой. Мынаны сұрап тұр, мынаны сұрап тұр, мынаны сұрап тұр. Мынаны қарасаңыздар, ешқайсысы тура келіп тұрған жоқ. Көрдіңіздер ме? Бізге керектісі ғана Ондай сұрап сұрамайды, иә, значит. Иә, ондай сұрамайды. Сіздерге көрінбейтін сұрамайды, именно көрінетін қылып сұрайды. Былайынан беріп қою мүмкін. Так, бар ма екен ондай? Егер ана көрінбей тұрғанның өзінде сіз таба алатындай ақ қойып береді. Примерно ортасына қояды. Мынау көкті қарасаңыз, примерно ортасына қойып тұрғанын көрсетеді былайынан ше. Мынау 20 мен 10-ның ортасында 15 бар екендігін типа өзі тауып алсын дейді. 20 мен 30-дың арасында 25 бар екендігін тауып алсын дейді да, бұның тұсына примерно ортасына тұрғандығы жоқ екен. Мынау анаған жақын, мынау мынаған жақын жоқ. Таба алмайсыз ба? Онда сізден оны сұрап тұрған жоқ. А мына жерде шынымен бізден сұраған ғана көрсетіліп тұр екен ғой нақты. Басқа ешқайсысы тұр келмейді, иә. Сұрамайды сіздерден. Именно керек болса, сіз таба алатындай ғана қылып сызып береді, немесе көрсетіп береді. Так, мына жерде тура солайынан салыстыру. Но қарасаңыздар, А бөлінген В тең 5 деп тұр да. Бізде бірақ керісінше бөліп тұр. В бөлінген А деп. Мынаны қарасаңыздар, мынау былай ғой негізі. 45 көбейтіліп тұр. В бөлінген А деп алсаңыздар болады. Мынаған тура керісінше болып тұр. Сіздерде мынау 5 қой. Значит, мынаны аласыздар. 45 көбейтіліп тұр. 5-ке деп аламайсыздар. 5-ті астына түсіріп жібересіздер деген сөз. Мына жақ 9 шығады. А бағаны 9, В бағаны 1 бөлінген 3. Сіздерде А шамасы үлкен ғой. А шамасы В шамасынан үлкен деген таңдайсыздар. Бүтін сан сіздерде всегда мынау 1 бөлінген деген саннан үлкен болады. Мынаны қиналып тұрсаңыздар, калькуляторға саласыздар, 0 үтір. Калькулятор осылай шығарып береді сіздерге. Мына үтірден алдыңғы санмен салыстырасыздар ғой. 0 үлкен бе? 9 үлкен бе? 9 үлкен. Демек, А шамасы үлкен деп аласыздар. Так. 8-дің x проценті 12 болса, x-тің мәні. Процент тақырыбын өтсеңіздер ғана керек. Бұлайша қашты емес. Сосын өткендеріңізді шығарасыздар. Өтпегендеріңізді мен қазір бүгін тақырып ретінде өтпей қояйын. Тақырыпсыз шығарылатын есептерді кете берейік. Мынау, вот, осы екеуінің аралығында жататын. 0 мен 5-тің мына теңсіздікті қанағаттандыратын аралық. Қарасаңыздар, -1 және 6 деген мына екеуінен де үлкен. Екеуінен де үлкен болғандықтан бұны алмаймыз. Осы екеуінен де кіші аралық керек қой бізге. Егер x екеуінің ортасына тұрма, осы екеуінің ортасына тұратын сандар керек. 0 менен 15. 0, ладно, подходит, но 15 асып кетті бестен. Бұл тоже кірмейді. 6 мен 15. 15 тоже үлкен болып кетті. -5 пен 5. -5 0-ден кішірек. Мына жақта кетеді -1, -2 деп. Бұл тоже кірмейді. 3 пен 4. Вот 3 пен 4, пожалуйста, осы екеуінің ортасына дейсіздер де, осыны аласыздар. Так, мынаған формула, процентке формула. Қайда қылды. Мынау диаграмма да кесте беріп қойғанда формула беріп қойған. То есть формулаға өздерің салыстыр. Рейтингісі ең жоғарғы. Вот рейтингтің формуласын былай беріп қойған. R тең дейді. Математика. Біреудің несі қосылып тұр ше. Аласыздар. Осы формулаға саласыздар. Калькулятор қағаздарыңыз бар ғой.
F қосылған Q дейді. F қосылған Q. F сапасының көптігі. Функциялардың көптігі F. Орта бағасы P. Сапасы Q. Дизайны D. Осылайынан тұрма. Біріншісін есептейміз. A-нікін. A маркасыныкін есептеп атыр. RA. F қосылған Q дейді жақшаның ішінде. Бірді қосқан 2-ке дейді. Осыған қос, дизайнын қос дейді, азайтқын 0,01 көбейтілген пи 4900. Есептеген уақытта всегда бірінші көбейтуді есептейсіздер. Мына жерде көбейту бар. Ой, жақша тұрса жақшаны есептеп аласыздар. Сосын көбейту всегда бірінші бірақ. Дальше по очереди орындайсыздар. Орындағанда қалай болады? Мынаның ішінен 3 шығады. 3-ке 3-ті көбейтсем 9 дейсіздер. Қосу 2, азайту. Мынаны тоже калькулятормен есептеп аласыздар. 4900 дейсіздерді. Соны көбейтесіздер 0,01-ге. Азайтасыздар 49-ға. Осылайынан есептейсіздер. Осылайынан R-ны есептейсіздер. R-ны есептейсіздер. R-ны бүкілін осылайынан бүкілін қосып есептеп, соңында шыққан дәмді салыстырасыздар. Рейтингісі ең жоғарғысын табасыздар. То есть қазір шыққан сандар салыстырасыздар. Қайсысыныкы ең үлкені? B-нікі ма, V-нікі ма, G-нікі ма, A-нікі ма? Сол марканы таңдай саласыздар. Болды. Осыны есептеді. Олай, осылай. Мынау есеп. Қарасаңыздар, егер A плюс 1 жұпсан болса, төмендегі сандардың ішінен тағы емес санды табыңыз. Любой жұпсанды аласаңыздар. A плюс 1 жұпсан деп тұр ма? A плюс 1 тең. Любой 2-ні алсаңыз болады. Немесе 4-ті алсаңыз болады. 6, 8, 10. Давайте ең кішкентайын алайық. A плюс 1 тең 2. A-ны табуға жетсіздер, осы жерде просто. A тең сонда бізде 1. 2-ден 1-ді азайтса 1. Бұл ақпарат не істейсіздер сіздер? Мына жерде бүкіліне қойып шығасыздар. Мынау 1. Тақ емес санды тап деп атыр. Тақ емес сан дегеніміз. Кешіріңіз, Дариға. Ая. Дариға, сіздің даусыңыз неғып естіліп жатыр, андай нашар естіліп жатыр. Бүкіліңізге ма? Маған естіліп тұр. Жақсы естіліп тұр. Жақсы естіліп тұр. Міндір сізде кажется интернет онда. Тақ емес деп осы жұптың өзін айтып тұр ғой. Шатастырып әдейі сөзбен ойнап тұр. Тақ емес ол жұп. Варианттың ішінен таңдайсыздар да, бірақ сол жұпты. А тең 1 дегенді бүкіліне қойып есептейсіздер. Мен А вариантын есептеймін. Өшіре тұрсам, тұра өзінше. А вариантын есептейміз. А-ның орнына қойып болсам 4 көбейту 1, азайту 3. Осының кубы дейді. 4-ке 1-ді көбейтсем 4, одан 3-ті азайтсам 1, 1-дің кубы, ол 1-ді береді. Мынау тоже 1 екен, мынау тоже 1 екен. 1 деген сан бізде тақсан, бұл керек емес. Мынада қарасаңыздар, 1 қосу 2 тең 3 болып қалды. Мынада қарасаңыздар, 1-дің кубы қосылынған 4 болып тұр. 1-дің кез келген дәрежесі 1, мынау 5 болып қалды. Мынада 1 минус 5, калькулятор минус 4 деп шығарып бере алам екен. 1 минус 5. Сіздерде тоже шығарып береді. Минустан шығарам екен, көрейін деген ба. Минус 4. Жұпсан деген нәрсе сіздерде 2-ке бөлінетін сан екен, білесіздер ғой. 2-ке бөлінетін сан осының ішінде минус 4 қана. Көбісі минус болып кетті ғой, что-то не то деп оны белгілеуге қорқып тұру мүмкін. Но бізде ешқандай кедергі жоқ. Жұпсанның анықтамасы тек 2-ге бөлінетін сандар деп айтылған болды. 4 2-ге бөліне ма, онда осы жұпсан. Ол минус па, ол плюс па, теріс қарап тұрма, дұрыс қарап тұрма, настроениясы жоқ па, маңызды емес бізге. Ол 2-ге бөлінсе болды. Осы бізде жұпсан болады. Тақ емес сан. Тақ емес санымыз осы 4 қана. Қалғанның бүкілі тақ 1-де, 1-де, 3-де, 5-де тақ сандар бізде. Оның ешқайсысы 2-ге бөлінбейді.
Осылайдан аласыздар. Мынау геометрия. Тоже геометрия процентпен айналдырылған. Геометрия. Тақырып геометрия. Мына оңай есеп. Тоже тақырыпқа іштеміз. 5, 6, 7, мынау цифры қап кеткен, 9, 2 тең пи дейді. 5, 6, 7, мынау цифры қап кеткен, 9, 1 өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Анау қалып кеткен сан сіздерге маңызды емес ол. Мынау соңғысына қарайсыздар, екеуінде де звездочка бірдей болып тұр ғой. Соңғы саны бүкілі бірдей де, тек мынау 92, мынау 91. Значит, мынау пи санынан мынау бір санға не болып тұр? Аз болып тұр. Демек, мынау өрнекті жазғыларыңыз келсе, мынау пидан, потому что мынау 2 болып тұр ғой, содан бірді азайтып жесек, мынаның соңы 1 болып қалады. Басқа жерінің бүкілі бірдей, тек соңы ғана басқаша болып тұрғандықтан, оны бірді ғана азайтқан. P минус 1. Жауабы Е деп аласыздар. Мұны тоже по идее тақырыпқа жетпейтін жаз. Тақырып анасының жасы 34-те дейді. Қызының жасы 8-де дейді. Анасы, қызы. Неше жылдан кейін анасының жасы қызының жасының 2 есесіндей болады дейді. 2 есе деген нәрсе. Просто қазір біз мына 8-ді 2-ге көбейткенде мынаған тең болсын деп жатыр. Анасыныкіне тең болсын деп жатыр. Немесе анасыныкін қызына бөлсеңіздер, екеуін бір-біріне бөлгенде 2 шығу қажет. Сондайын іздейміз біз. 8 жылдан кейін деген вариант бар екен. Бұл ақпараттан бірақ сіздер қалай пайдаланасыздар? Мына 8 жыл өтіп кетті. Неше жылдан кейін деген вариант тұр ғой. Демек, мынау өтіп кеткен жылдар. 8 жылдан кейін мамасының жасы 42 болады. Демек, сіздер қай жыл айтылып тұр, сол жылды қосып жібере саласыздар. Мынау 16 болады. Калькуляторды алып жібере саласыздар да 42-ні бөлесіздер 16-ға. Потому что 2 есе деп тұрған. Бөлінбей ме? Бұл емес онда. Керек емес бұл. 18-ді есептейсіздер. 18-ге 18-ді қосып жіберсем 36. 18-ге мынау 8-ді қоссам 24. Оны тоже бөлінбейді. 16. 34-ге мен неге мынаны дұрыс не алмадым? 18-ге 34-ті дұрыс қоспаппын ғой. 18-ге 34-ті қоссам 40. 52 ма? 40. 52, я. Бәрібір бөлінбейді екен ғой. 16 жылдан кейінгісін қарайық. 30, 40. Екеуін қоссам 40, 34-ге қоссам 40, 50 ма? 50. 16-ны 8-ге қоссам 24. Тоже бөлінбейді. 34 жылдан кейінгісін қарайық. 34-ге 34 қоссам 72. 34-ге 8 қоссам 32. 32. Тоже бөлінбейді. 20 жылдан кейінгісі. Мына ешқайсы что-то келмей жатыр ғой. 20 жылдан кейін 54 болады. 20 жылдан кейін 28. Соңғысы келеді екен. 54-ті 28-ге бөлсеңіздер 2 шығады. 2 есесіндей. Демек, 20 жыл өткеннен кейін ғана, мынау 28, мынау 54 болғанда ғана, екеуінің жасының разницасы 2 есе болады да, жауап бізде 20 жыл. Осылай аласыздар. Мен теңдеу көрсеткім келген, теңдеу. Бүкіліңізге теңдеу. Теңдеуді шығару жолын ұмытып қала берем дейтіндер бар. Ұмытып қала береді, себебі сіздер математик емессіздер. Сіздер күнде математиканы шығара бермейсіздер. Ана тіл сөйлеген сияқты нәрсе ғой. Мысалға ағылшынға қатысып жүрсіздер. Ағылшынға регулярно барсаңыздар ғана үйрене аласыздар, иә? Мына жерде де тура сол сияқты.
математиканы регулярно шығарсаңыздар ғана ананы шығару жолын білесіздер. Былайынша күнде теңдеу шығара алмайсыздар ғой сіздер, күнде теңдеу шығармайсыздар. Қажет жоқ қой сіздерге күнделікті өмірде. Не бұның оқуын оқып жатқан жоқсыздар, не осы математикадан беріп жатқан жоқсыздар. Сондықтан шығарған уақытта теңдеуді x-тің орнына варианттарды қоя саласыздар. 3 көбейту 0 азайту 5 тең болады 0 азайту 5. Осы тең бола ма жоқ па соны тексересіздер. 3-ке 0-ді көбейтсек бізде 0. 0-ден 5-ті азайтсам. Мына жақ 0-ден 5-ті азайтам. Екеуі бірдей болып тұр. -5 тең -5. Жауабы А екен дейсіз. Егер жоқ давайте 0-ді соңында беріп қойған дейік, оған дейінгісін тоже есептеп көре берейік. Басқа егер дұрыс келмейтін жауап сіздерде қандай күйінде көрінетіндігін көрсетем. 3-те 1-ді көбейтем, азайтам 5-ті тең x-тің орнына 1-ді қойып жатырмын. Тек x-ті ғана өзгертеміз, бүкіл сол күйінде қалсын. 3-ке 1-ді көбейтеміз. 3 азайту 5 тең 1 азайту 5. Калькулятормен есептегенде -2 тең -4. Екеуі бір-біріне тең емес, бірдей емес сан болып қалды. Теңдіктің екі жағында сандар бірдей болу керек, сонда ғана шығады. Немесе мына жерге қарай салсаңыздар болады ғой. Екеуінде де -5 -5 болып тұр ма? Онда мынау минустан алдыңғы сандар бірдей болу керек. Бірдей болады ол 0 кезінде ғана деп аны білге салсаңыздар болады. О, тура жаңағы есеп. Ну, давайте өздеріңіз шығарыңыздар. Мен жаңа ол кезде анасы мен қызынікі болды. Бұл жерде әкесі мен баласынікі, жастары басқаша, но тура осылайдан 2 есе артық болатыны керек. 2 минуттан артық уақыт жұмсамаңыздар, 2 минут уақыт беремін. Дұрыс жауап айтайық маған. Он екі. 12 жылдан кейін. Так, 46 болады әкесі. Баласы 23 бола ма? Иә, бөлінген уақытта 2 шығады екен. Все, 12 жылдан кейін. Жауабы осы бізде. Геометрия. Мынау бәйде негізі геометрияның сияқты 9-шы есеп. Но егер сіздерде именно осылай қарасаңыздар, мынандай клеткамен бөлігі ғана боялған болса, бұны как кусок ретінде қарастырсаңыздар болады. Былайынша тіке-тіке жүргізіңіздерші до конца көзбен. Мен былайынан сыз көрсем, по идее можете и көзбен елестетуге. Жалпы былайынан 4-ке бөлейік, 1, 2, 3 и мынау 4-еу деп. Мынау жалпы 12 болып тұрса, 12 4-ке бөлсем, әр кусок 3-тен екен. 3, 3, 3, 3-тен болып тұр. Өшіргішім қайда мен? Өте өшіргіш. Жарайды. Үші варианты бола ма? Иә. 3, 3-тен болып тұр. Но енді бізде мына боялған бөлік, мына бір жер кусок полностью 3, но мына жер жартысы ғана болып тұр. Сондықтан 3-тің жартысын калькулятормен бөліп ала салсыздар, 3-ті 2-ке бөлсеңіздер 1,5 береді. Сол 1,5-ға мына жер 1,5 екендігін беріп тұр. Соған қосасыздар, мына 3 төлеп 4,5. То есть сіздерге
По идее қарасаңыздар шеңбердің формуласын пайдалану керек сияқты. Дөңгелек беріліп тұр, шеңбер беріліп тұр дей ойларыңыз мүмкін. Но из-за того, что клеткамен беріліп тұрғандықтан, можете кусок-кусокпен бөліп алып қарай салсаңыздар. Қай беріліп тұрғандығын. Осылайға кусок-кусокпен бөліп есептей салыңыздар. Ну, мынау оңай тақырып. Біреуі екіншісінен 8-ге артынан мынау қате сияқты, мынау артық деген сияқты. 8-ге артық по идее сондай болу керек. Натурал санның көбейтісі 240-қа тең. Сол екі санды табыңдар дейді. Мен түріне қарап екен айта салам. Себебі 8-ге мынау артық қой. Артынан емес. Екеуінің ғана разницасы 8, мынау 20-ға артық, мынау 12-ге артық, мынау 10-ға артық, мынау тоже 10-ға артық. Мынау ғана 8-ге артық. То есть бірінші шарт, өзі екі-ақ шарт тұр. 8-ге артық, екеуінің көбейтісі 240 болсын дейді. Бірінші шарттың өзін ешқайсысы қанағаттандырып тұрған жоқ, тек е ғана. Қазір екеуін калькулятормен есептеп көрсеңіздер 249 шығады екен. Демек жауабы не деп қалдыра бересіздер. Геометрия. Қараша, мына бірінші және екінші приборлардың кестесімен беріліп қойған осыны өлшенген. А шамасы, В шамасы екеуін салыстыруға жетсіздер. А шамасында нені айтып жатыр? Бірінші прибордың орташа мәнін сұрап жатыр. Мынада екінші прибор көрсеткіштің орташа мән. Орташа мән деген нәрсе жаңағы арифметикалық орта. Ол всегда арифметикалық ортасы деп айтылмайды, просто орташа мәні, орташасы деп айтылса, всегда сол арифметикалық ортаны салыстыр. Мынаның бүкілін қосасыздар. Калькуляторды ашасыздар. Ең оңай есептеулеріңіз осы. Просто чуть нелеу уақыт алатындай. Потому что мына бүкілін есептеп отыру керексіздер. 200/1 деп 200/1 қосасыздар. 199/8. Или давайте салыстыра салайықшы. Салыстырамай келеміз, ладно. 199. Мыналары бірдей, мыналары бірдей, мыналары бірдей. Так, бірдей, басқа бірдей бар ма? Жоқ. Мынада енді үлкен көптерін таба салайықшы. Мынада 0,1 көп болып тұр. Мынада 0,2 көп болып тұр. Бірдей. Мынада 0,1 көп болып тұр. Мынада 0,3 көп болып тұр. Мынада 0,2 көп болып тұр. Мынада 0,3. 0,1 менен 0,1 қажет емес, 0,2 қажет емес, 0,3 пен 0,3. Бүкілі бірдей болып тұр, просто әр кезде штоп шатастыру үшін артүзісін қоя салыпты да, можете по идее осылай есептей салуға. Негізі жаңағындай есептей бергенде дұрыс. Мен просто қарап тұрсам, бірдей санда тұрған сияқты көрінді да көзіме. Сосын осылай есептеп салсақ не болады екен десем, шығады екен. А шамасы В шамасына тең. Жаңағы способпен жалғастыратын болсақ, 199,8 190,8 қосамын 200-ді, қосамын 200/2-ні, қосамын 199/9-ді, қосамын 199/8-ді, қосамын 200/2-ні, қосамыз 199/7-ні, қосамыз 200-ді, қосамыз 200/3-ді.
2000 екен. А бағанында 2000 бөлестер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2000-да неге жазылмай кетті? 10-ға бөлестер 200 шығады. Тура солай В бағаны есептесеңіздер де 200 шығады. Сонда А шамасы тең В шамасына деп. Можете просто түрмен салыстырсаңыздар, егер орташа мәнін сұрап тұрса всегда. Немесе осылай есептейсіздер. Вот, теңдеу. Осы теңдеулер жиі кездесіп қалады негізі. Теңдеу келсе, можете всегда калькуляторге саласыз. Бірінші вариантты қолданамын мен, А вариант. 6-ға 18-ді қоссам дейді. Сіздерде калькулятор бар ғой, сіздер алыңыздар да осыны сразу қосыңыздар. 6-ға 18-ді қоссам 24 дейді. 24-ті 3-ке бөлсем дейді. Өтірден жақшадан екен бөліп тұрған. Тең болады дейді. 20-дан 12-ні азайта аламыз ғой біз 8 деп. 24-ті 3-ке бөлсек, бізде калькуляторге тағы салсаңыздар 8 шығады. Тең 8 деп бірінші варианттың дұрыс қылып беріп қойды. Можете шығару жолын мысалға, ешкім сіздерге кетерге емес. Просто егер шығару жолын ұмытып қалсаңыздар, осы әдіспен всегда кетуге болады. Давайте мынаны мен әлі өтпегем. Өзімдегі топтарға да қазір түсіндіріп кете салайын. Функция графиктерінің қиылысу нүктелерінің координаталарын табыңдар дейді. Қиылысу деген нәрсе сіздерде көрсететін болсам, геометриялық мағынада, былайынан бір түзу және екінші түзу кетіп бара жатқанда мынау нүкте. Мына жерде көріп тұрған нүктелеріңіз. Осы сіздерде қиылысу координатасы болады. Осы қиылысу координатасын есептеу үшін қарасаңыздар, міне X-та екеуі де бір нүктеде, Y бойынша тоже бір нүктеде тұр. Сондықтан сіздер можете екеуін теңестіре салуға. Егер сіздерде қиылысу нүктесі деп берсе, және 2Y беріліп тұрса, екеуін просто теңестіресіздер. Оң жақтарын 3,2x қосылған 6 теңдей саласыздар. Мұны 2,1x минус 5. Шығару жолына салып шығарсаңыздар да болады. Немесе вариантқа қарайсыздар. Бізге қазір x-тің орнына сан қою қажетпіз ғой. X-тің орнына санды қоясыздар. Мына жерде вариантты қарасаңыздар, тек ондар тұр x-тің орнында. Просто таңбасын дұрыс таңдау қажетпіз. Бірінші плюс таңбасын қойып көрейік, 10-ды қойып көрейік. 3,2 көбейту 10. Сразу калькуляторге салыңыздар, жазып отпай. Сразу көбейту екен көріп тұрсыздар ма? Салып жерсеңіздер 32 қосу 6 тең. Мынаны тоже көбейткенде 21 азайту 5 болып тұрды. 32-ке 6-ны қоссам 38 тең 21-ден 5-ті азайтсам 16 екен. Бұл екеуі бір-біріне тең емес. Демек біз минус 10-да, плюс 10-да алмайды екенбіз. Минусын аламыз. Минус 10-да қоямыз. Минус санды көбейтсем, мына жер қазір тоже минус болып кетеді. Минус 32 қосылынған 6 тең минус 21 минус 5. Мен сразу 10-ға көбейту жерін сол үшін менде не шығып тұр? 32, 21 деп автоматты жаңа жерін өтірін жоқ бұл жер. Көбейткенде солай өтір жоқ болып кетті осы жерде. Мына екеуін азайтатын болсақ, калькуляторге салған уақытта қалай саласыздар? Минус деп жазуға бола ма екен? Минус 32 плюс 6. Не, можно екен. Минус 32 плюс 6 сіздерде минус 26 дейсіз. Мұнағын тоже екеуі де қайттан минус 21 ғой. Минус 21, минус 5. Тоже минус 26 екен. Демек, x-міз бірінші тұрған сан бізде минус 10 екен. Енді бұл ақпарат не істейміз біз? Минус 10 дегенімізде екеуінде тұр ғой дейміз.
Y-ті таба саласыздар орнына қойып. Y-тен негізгі мына формуланы қалағандарыңызды аласыздар. Қайсысын ыңғайлысыздар, соны аласыздар. Мен осыны алдым. Осыны аламын да X-тің орнына. По идее, мынау шығып тұр ғой. Мынау шыққан зат қой. -26. -26 және -10. С. Варианты С. Яғни қиылысу берілсе, всегда осы способпен шығарасыздар. Мен сіздерге тура осындай беремін. Мынаның ішінен іздеймін қазір. Қиылысу. Біреу Ақпане. Жүрет. Есептің шығар жолын білсеңіз керек болды. Мынаған. Давайте өздеріңіз орнына қойып тексерсеңіздер. Шығару жолына салмай-ақ қойыңыздар. Мына варианттардың қайсысы тура келеді? Минус пен плюсті минусқа айналдыра береміз ғой. Минус пен плюс көбейтіліп тұрса, минусқа айналады. Егер -5 қосу 3 деп тұрса, ол кезде азайту амалы орындалады. Үлкен саннан кішкентай санды азайтасыз. Е вариант шығар сияқты, -4. -4 плюс 3 квадраты -4 плюс 3. Міне, екеуінікі екі түрлі болса азайтасыздар, 4-тен 3-ті азайтасыздар. 1, үлкеннің таңбасын қойасыздар, -1. -1-ді калькуляторға салып, өзіне 2 рет көбейтсеңіздер, +1 шығады. -4 плюс 3. Калькуляторға салсаңыздар 0. Мынау 0 шықты. Жауабы Е. Процентпен. Процент. Бірінші команда, екінші команда. Бір тақырып түсіндіргім келіп жатыр. Есеп таппай жатырмын соған. Давайте түсіндіре салайын, мына жаққа. Былай берілуі мүмкін. Тек бір ғана, 1 және 0 цифрларын пайдаланып дейді. Цифрларымен неше 4 таңбалы сан құрастыруға болады дейді. 4 таңбалы сан. 4 таңбалы деген нәрсе сіздерде 4 цифрға орын бар деген сөз ол былайынан. Мысалы ретінде 1000. 1010 деген сияқты осындай сандарды береді. Енді қарасақ, бұл есепті кішкентай сыныптарға былай үйретеді. Осылайынан жазып шықты бүкілін. 1000 бар, 1001 бар, 1010 бар, 1011 бар, 1110 бар, 1100-дің өзі бар, 1101 бар деп үстіп бүкілін жазып шығады. Кішкентай сыныптар сөйтеді. Но негізі бұны есептей салуға формула сияқты нәрсе бар. Формула емес, шығару жолы ретінде қарастырсақ болады. Сіздер мына 4 таңбадан бірінші орынға біз 0-ді қоя аламыз ба? Мысалға,
111 деген санды айтылғаныңыз келсе, 0, 111 деп алдына 0 қойылмайды ғой. Демек, 4 таңбалы санға бізге алдына 0 деген сан қойылмайды. Тек бір ғана қойылады. Сондықтан қоямыз. Ол 1 деген осы 1 деген санның өзі емес. Просто неше 3 штук қоя аламыз, 3 штук. Потом екіншісіне біз 0-ді де 1-ді де қоя аламыз. 2 сан бар ғой бізде, 2 сан. Екеуін де қоя аламын. Мына жаққа тоже екеуін де. То есть соңғы жағы маңызды емес, тек біріншісіне біз ешқашан 0-ді қоя алмаймыз. Енді бұл ақпарат не істейміз біз? Осындай үштіктарын қойып алдық қой. Соларды көбейте саласыз. 2, 4, 8. 8 штук екен. Енді осының бастауыштың әлгісімен шығарып көрсетсеңіздер, жазып шығайық бүкіл 1000-нан бастаймыз. 1001 бар. 1010 бар. 1011 бар. 1100 бар. 1101 бар. 1110 бар. 1111 бар. Вот, 8 штук. Ештеңе қалып кетпейді басқа. Басқа құрастырылмаймыз. Бірінші орынға 0-ді қоя алмаймыз. 0-дің 1-дің бүкілін пайдаланып шықтық. Пайде басқа қоятын жоқ. Вот, санап шықсақ 8 екен. Тура осылайынан 2, 4, 3 цифрларын пайдаланып неше 4 таңбалы? 4 таңбалы. Құрастыруға болады дейік. 4 таңбалыға орын бересіздер. Бірінші орынға үшеуінің қалағанын қоя аласыздар ғой сіздер. Бізде шектеу жоқ болып тұрма, үшеуінің қалағанын бүйтіп қойып шығасыздар. 0 деген сан жоқ. Значит, бүкілін қоя аласыздар, орындарын ауыстырып. Мына жаққа 2, 2, 2 деп ешкім қоюға кедергі емес, бүкіліне 2-ні қойып шығуға, бүкіліне 3-ті қойып шығуға. Сондықтан 3 цифрма мына жерге 3-3-3-3-тен кете береді. Осыларды көбейтесіздер. Так, 9, 27, 81 штук екен. Сіздер параққа 81 штук жазып отыра алмайсыздар ғой, мына жерге қиналып кетесіздер ғой. Даже дәптердің беті жетпей қалған, жеткен күннің өзіне шатасып кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан шығар жол осындай. Но бұл жерде бізде бір шектеу болуы мүмкін. Қандай? Мысалға, 5, 6, 8 цифрларын қолданып 3 таңбалы. Но есептің шартында есеп берілгенде шарт қойылуы қажет. Цифрлар қайталанбасын деп. Цифрлар қайталанбасын десем, цифрлар қайталанбайтындай етіп, 3 таңбалы сан құрастыруға болады, неше штук екендігін сұрап тұрса, сіздер сол 3 таңбалы санға орын бересіздер. Бірінші орынға үшеуінің любойын қоя аласыздар ғой. 3 деп, е? Но, қараңыздар, сіздер уже бірінші орынға қойып қойдыңыздар ғой. Любойын қойдыңыздар, білмеймін, 5, 6, 8 өздеріңіз қалағандарыңыз қойдыңыздар. Но, из-за того, что біреуі осында кетіп қалғандықтан, мысалы 8, біз екінші орынға тек 2-ін қоя аламыз. Енді бірінші орында, екінші орында уже сандарды алып қойды, соңында біреуі ғана қалады. Мен не үшін бұларды орында алып қойды деп айтып жатырмын, потому что қайталанбасын деп жатыр. Мен мысалға 566 деп жаза алмаймын. Мына именно осы жерге. Потому что мына 6 мен 6 қайталанып жатыр. 568 деген ғана құрастырылады. Немесе 658 деген сияқты орындарымен осылай ғана ауыса алады. Жаңағы есепте мысалға 555, 666 деген нәрселер болушы еді, қайталана беруші еді. Бұл жерде қайталанбасын деп тұрғандықтан келесі жазған заттар всегда анадан бір санға азайып отырады, потому что сол жер, мына жер бір цифра алып қояды. Енді көбейтеміз осыларды, 3-ке 2-ні көбейтсек бізде 6, жауабы 6 шығады екен. Тура осылай қайталанбасын десін де, 0 берсін, 5 берсін, 4 берсін, и 9 бере салсын. 3 таңбалы, но қайталанбайтын. 3 таңбалыға орын берем. Бірінші орынға бізде 0-ді қоя алмаймыз. Сондықтан мына 3-еуін ғана қоя аламыз. 3-еу деп айтылынады.
Келесі орынға неше қоя аламыз? Қалай ойлайсыздар? Келесі орынға неше цифр қоя аламын? 3. Иә. Потому что Одан 0-ды кейін сіз бірінші орынға қоя алмайсыз ғой. Екінші орынға қоя аласыз. Иә. Тура сол. Мына жақта бір сан тастап кетті, келесі 2 болу керек еді ғой деп айтайын десек, екіншісіне біз 0-ді қоя аламыз ғой, сондықтан 3 келеді. Мынаған 2, мынаған 1 деп қоя бересіздер. Көбейтесіздер. 3-ті өтсем. 9, 2, 18. Жауап 18 болады екен шығар жол. Так. Осыған байланысты. Тоже бір есеп берем. Ойша. Мұны өздеріңіз маған жауап айтыңыздар. 5, 6, 8 сандарымен, так, цифрларымен неше 4 таңбалы сан құрастыруға болады? 2. 2, 5, 6, 8 цифрларымен неше 4 таңбалы сан құрастыруға болады? Есептеңіздер. 10. Неге? Бірінші орынға 4 жасамыз, екіншісіне 3. Неге 3? 256 бола ма? Болды. Иә, түсіндім. Иә. 256. Жаңа кім айтты? Дұрыс айттыңыз. Потому что бірінші орынға 4 орынға. И босарды көбейте саласыздар. 156. Егер қайталанбасын десе, вот есептің шартында егер қайталанбасын деп ештеңе айтпаса, онда осылай жасай бересіздер. Но қайталанбасын десе, именно қайталанбау керектігі айтылса, жаңағындай способпен 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Көбейтесіздер. 6, 24. Егер қайталана берсін десе, мына үсті, қайталанбасын десе, асты. Все. Бұндай есептер түсінікті. 2 тақырыпта есептер кетті. Так. Қандай не алға болады? Сандардың реттілігі. Оңай тақырып. По идее, бұны даже түсінудің қажеті жоқ сияқты. Можете өздеріңіз просто түріне қарап айта салсаңыздар болады. Әрқайсысы какой-то бір санға көбейтіп жатыр, немесе какой-то бір санға өсіп жатыр. Бізде қарап тұрсаң, 2-ге көбейтіліп жатыр. Көбейту 2. Тоже көбейту 2. Көбейту 2. 16-ны 2-ге көбейтсек, 32. Жауабымды деп белгі бересіздер. Дариға, бір сұрақ қойсам бола ма? Алдында бізге Жанайым апай не түсіндірген болатын? Бір документті ашып, пайдаланған әдебиеттерді көрсеткен болатын, қаяқтан табуға болатын. Соны, я помню то, что она показывала, но қай жақтан көрсеткен ұмытып қалдым ше. Сіз білесіз ба? Байлар, мен де ұмытып қалдым. ОТО-ның сайтында тұрады ол. Сон УТОның сайтына неден Google арқылы кіремей жатырмын да, обычно телефонный мобильный приложениедан кірсем, жоқ ол жақта таба алмай жатырмын. Бізге немізді жазып көрсеткен кодымызды, мамандық кодын, например, М021 деп жазып, сол мамандыққа қандай әдебиеттер беріледі дегенді көрсеткен болатын.
Мен деп білетінмін оны, бірақ мен уже ұмытып қалдым оны бар. Сіздер Жанайым апайдан қайтып сұраңыздарсайшы, ол сұрасаңыздар істеп көрсетіп береді, там видеосын жазып беріңізші десе. Жоқ, давайте мен қазір өзім видеосын іздеп көрейін. Мен негізі оны тоже тиктоктан немесе ютубтан тауып алғанмын мен оны бір кезде. Соны сіздерге жібере саламын қазір, чатқа ссылкасын тауып. Хорошо, рахмет. Вот, но тоже тақырыпты қажет етпейтін. Қайда қалдым? Тақырыпты қажет етпейтін тақырып. Есеп. Негізі 3-тан болсан, мына звездочканың орнына сан қойыңыз дейді. Сол санды қойғанда 2-ге де, 3-ге де, 6-ға да, 9-ға да бөліну қажет дейді. Негізі 2-ның, 3-тің, 6-ның несі бар? Бөлінетін қасиеті бар. 2-ге бөліну үшін мына берілген санның соңғы цифрасы тоже 2-ге бөліну керек. Сондықтан 3 деген сан сразу отпадает, 7 отпадает, 6, 4, 8 деген варианттар қалды. 2-ның шартын қанағаттандырып тұр осы 6, 4, 8 дегенде. 3-тің де шарты бар. 3-тің шарты қандай? Құдай-ай. Мына цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну керек. 4 қосу 1, 6-ны қойып көретін болсақ, тоже 6-ны қоса, тең 11, 3-ке бөлінбейді. 4 қосу 1, қосу 4, 9. Мынау 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлініп тұрғанда. 9 шықты ғой. 9 тоже 9-ға бөлінеді. Бұл 6-ның и 9-ның шартын қанағаттандырып тұр мынау 4. Енді 6-ға бөліне ма, калькулятормен алып тексере салсаңыздар болады. 414-ті бөлесіздер 6-ға. Бөлінеді екен 69 шығады екен. Бұл қасиет қайда білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. Білмейтін болсаңыздар миды неғылып шаршатып жаттаудың қажет жоқ. Просто калькулятормен алып есептесеңіздер. Калькуляторды ашыңыздар. 41 и 3 тұрма. Осыны бірінші тұрғаннан бастап тексере беріңіздер. 2-ге бөліп көріңіздер. Бөлінбеді ме? Онда 3-ті автомат түрде алып тастаңыздар. 2, 3, 6, 9 бүкіл тексеріп отырмаңыздар. Біріншісінен тура келді ме, бүкіліне тура келмейді. 6-ны қоямыз ба? 44, 116 2-ге бөлінді. Екіншісіне қойып тексереміз онда. 416 бөлеміз 3-ке. Бөлінбей қалды. Значит, 6 тоже емес. 417 бөлеміз 2-ке. Бөлінбеді. 417 бөлеміз 3-ке. Бөлінді. 17 2-ке бөлінбеді. Неге мен қайтып көрмедім? 414 бөлеміз 2-ке бөлінді. 414 бөлеміз 3-ке бөлінді. 414 бөлеміз 6-ға бөлінді. 414 бөлеміз 9-ға бөлінді. Все қаралды екен. Демек соңғы жауап бізде қаралды. 4 екен дейсіздер, соны белгілеп кете бересіздер. Мына жерде төменде фигурадағы шаршының ауданы 8 см квадрат болса, боялмаған бөліктердің аудандарын қосыңыздар. По идее, мына жерде қарап тұрсаңыз бүкіл шаршы сияқты да, но сіздерге қайсысы екені көрсетілмеген. Сондықтан ол, значит, ең кішкентайы деген сөз. Мынандай шаршиктер тұр ғой, квадратиктер. Соны айтып тұр. Осылар бізде 8 деген. Бізде боялмаған бөлігін сұрап тұрса, мынау жер 8, мына жер 8, мына жақ 16 екен. Мына жақта қараңыздар. По идее, не обязательно олай сызуға. Просто көздеріңізге елестету үшін мына. Байынан көрсетейін. Мынау 8-ден 4 штук болады үлкеннің ішінде. 8. Мынау жартысын ғана сұрап тұрғандықтан бұның ішінде 2 болады. 8-ден неше штук бар бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ді көбейте саласыздар 8-ге. 64. Жауабы. Кубиктармен белгілесеп, всегда осыдан ала бересіздер. Вот жиі түсінбей қала беретін тақырып. По идее, бұл есептің өзінде мынандай новый амалдар берілген. 4 бұрыш, 3 бұрыш, звездочка, жүрекше, шеңбер әртүрлі болып беріле береді. Бірақ оны не істеу керектігін теңдіктің оң жағында жазып қойған. 4 бұрыштың екі жағындағы санды
Просто қос дейді тақша қалып тұр. Разница жоқ, тақша алдым не алмадым деп. Просто қосып отырғызса, қоса саласыз деген сөз. Ал егер былайынан дөңгелек тұрса дейді, бұл іші пустой. Мынау бірінші санды жаз дейді да, екінші санды дейді. Біз тура солайынан а шамасын табайық. Тең дейміз да, екеуін қос деген, қосамыз. Онда 6. Мынаған тең дейміз да, бірінші санның өзін жаз дейді, екіншісінің дәрежесіне жібер дейді. 3-тің 3 дәрежесі. Бұл бізде 27. В шамасы үлкен екен деп таңдайсыздар. Кешіріңіз, Дариға. Ау. Сізге есептер жібердім ғой, пробный слив тесттерді. Соны шығарып көрсетесіз бе? Соларды шығара алмаған едім. Кейбіреуін шығардым. 15-тен 6-ын ғана шығара алдым. Қалған 9 есепті шығара алмадым. Сіздің WhatsApp-ыңызға жібергенмін. Қазір бір-екеуіне ғана үлгереміз ау, қазір соны көрсетіп шығарайын онда. По идее, жаңа қарадым, арасында біз шығарған есептер бар. Бар, я оны белгіледім. Оларды шығардым. Шығара алмаған. Негізі маған қиын болды. Куб и x квадрат. Көрініп тұр ғой сіздерге? Ашқан. Айтады. Екі санның қосындысы мынаған тең дейді 20,6-ға. Бірінші санның мәні 13,8-ге тең болса, екінші санның мәні. Просто азайта саласыздар. Сіздерге айтып отыр, екі санның қосындысы 20 дейді. Оның біреуі ғана берілген, екіншісі сіздерге берілмеген болса, онда азайта саласыздар. Потому что қосып қойғандағы мәні бізде бар. Анау сол қосындының біреуін тапқыларыңыз келсе, үлкеннен кішкентайын азайта саласыздар. 6,8 деп мынанікі д болады. Мынаны шығарғанбыз. YouTube-та бар, сізге жерге ссылкалардың біреуінде бар мынау есеп. Соның ішіне қарап көріңіз. Мынаушы маған келген пробныйға. Артқа қарай жүріңізші. Осы маған пробныйға келген. Осыны тоже түсіндіргем, негізі алдыңғы сабақтарда болған. Так. Осыны шығара алмадым. Қысқаша көбейту формуласы ше. Қысқаша көбейту формуласын жаттайсыздар онда. Егер келген болса. Бірақ бүкілінде емес. Именно осы. Ең жеңілі осыны жаттайсыздар. Геометрия жаттайтын нәрсе сонда сіздерде геометрияның и қысқаша көбейтуді. Мындай бар. А минус В және А плюс В деген нәрсе бар. Мына жердегі бірдей, мынауда бірдей, мынауда бірдей, мынауда бірдей бір-бірімен. Вот былайынан бірдей болып тұрса, онда тең А квадрат минус В квадрат деген нәрсе бар. Мынаға тура солай жасаймыз. Теңсіздің сол жағы. X-тің кубы дәреже мынаның квадраты. Вот. Түбірдің сыртында квадрат. Минус 6-ның квадраты болып өтеді. Кіші 180. Түбірменен квадрат бізге қысқарып кетеді всегда. Сонда x кубтың өзі қалады. Минус 36 кіші 180. X куб кіші 36 мына жерде азайтылып тұрғандықтан келесі бетке қосу болып барады, мына 180-ге қосылып кетіп 216 болады. Вариантқа қарасаңыз, бүкілі 6 болып тұр. Демек, мынау 216 6-ның кубы, x куб кіші 6-ның кубы. Значит, можете просто алуға x кіші 6-дан деп. Осы вариантта қарайсыздар. Сіздерде негізінде қарап тұрсаңыздар, мынау теңсіздік былайынан болып тұрғандықтан тік жақша болмайды ешқашан. Сондықтан мынау с деген вариантты алып тастасаңыздар болады. Ана астында тұрған д деген вариантты қарастырмай ақ та қойсаңыздар болады. И бізде енді в деген вариант. В болатын сияқты. Себебі x кіші 6-дан деп тұр ғой. Демек 6-дан кіші сандар керек бізге. Минус 5, минус 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Но 6-дан үлкен болып кетпеу керек. Сондықтан 6 ең үлкені болғандықтан
екінші жазылады, и мына жаққа минус шексіздікті қоясыздар. Мынау А варианты қажет емес, потому что бұл жерде 6-дан үлкен саттар. Миллион, триллионға дейін кете беретін сандар тұр. Жауабы осы болады. Демек просто сіздер білмедіңіздер мына формуланы ғой, қысқаша көбейту формуласын. Тура осы есеп маған да келген, мен сізге еще жібердім ғой, помните? Помню. По идее. Бәрі бірдей болып келген сияқты, как будто бы таныс. Потому что бұл Науда келді. мөлдір сізден бөлек тапсырған. Поэтому мен сіздер по идее бірге тапсырыңыздаршы деп айтқаным сол ғой. Әрқайсыңыз бөлек тапсырсаңыздар, бірдей нұсқа түседі. Әртүрлі вариант. Иә. Егер бір адам қайта-қайта сатып ала беретін болса, анау нұсқа келесі нұсқа түседі, потому что бірінші нұсқаны уже алып қойды ғой, оған екіншісі түседі. Үшіншісі, төртіншісі солай солай. Так, геометрия. Мынаны дұрыс түсіндіріп тастаған. Бұндар маған келген деп тұр ғой. Мына жерде x-тің орнына кез келген санды варианттағы сандарды қоясаңыз, калькуляторды ашасыз. Әкелесіз. Иә, мияқта 352 ма, сол біреу шықты. Болғанда. Шыққанмаса қарастырмай қоя. Мынаны 9 шығарғанбыз. Мынаны шығардық па, мен шығара алмадым. Қай күні шығарғанбыз бұны? Предпоследний сабақтағы. Талдатып еді? Иә. Бұл кезде. По идее болды. Мөлдір бүкіл сіздегі есептердің бәрін мен Дарияға жіберген болатын, сол кезде бір рет қарап шыққан болатын біз. Тура осы есептерде келген маған, сол кезде қарастырамыз. Ал пробныйды қалай бірге тапсыруға болады? Варианттар бөлек түсу үшін. Просто осылайынан жиналасыз, мен сияқты жиналып отырасыздар ғой. Біреуіңіз ноутбуктың экранын көрсетіп отырасыздар. Тура осы жерде тест центрға кіресіздер, магистратура, пробный тест кіресіздер. Мен көрсетіп отырмын ғой. Тура солай біреуіңізді ашасыздар, көрсетесіздер. Қана тестілейін. Көрсетесіздер, кіресіздер. Осы жерден таңдайсыздар. Сайт өзгеріп кеткен ғой, мен кірмегенмен біраз маған. Өте бердім. Сөйтіп, сол жерден келесін енді бүкілін ашып отырасыздар, бүкілін таңдап біттіңіздер ма, сол бүкілін скриншоттап аласыздар. Енді амал жоқ, енді кім ноутбукпен кіреді, сол не болып тұр ғой. Более ответственный адам болып тұр ғой, скриншоттайсыздар. Телефонда скриншот, ноутбукта скриншот жасауға болады. Мысалы, осы бетте тұрмын ба, мен осы бетті алып, полностью скриншот жасап, мына жақтағы презентацияға алып кеп, былайынан қоям. Тоже скриншот жасап, осылайынан өздеріңізге жаттап аласыздар, жинақтап аласыздар. Бірінші күні мөлдір жасасын. Екінші күні кім басқа адам жасасын, но аккаунт бір адамдікі болу керек сіздер. Бір адам өзінің аккаунтын ұялмай бере алам, мына кіре бер дейтін болса берсін. Егер жоқ өзімдікі десе, сол адам, бірінші адам до конца бүкілмен бірге сол неге кірсін. Өзім ноутбукмен кіріп, демонстрация экранын жасап, бүкілін көрсетіп отыру қажет. По идее, 50 минуттың ішінде бұл ТГО-ны даже 50 минут жұмсамайсыздар сіздер. Арасында білмейтін есептеріңіз болады. Арасында білмейтін есептері отырып алатындар бар. Там стрессовый ситуация оқып, ананы қиналып отқан уақытта ойлаймын, мен қиналып отырмын. Ойбай деп настроениесін бүкіл құртылып кететіндер бар. Үйтіп отырмаңыздар. Үйтіп отырдыңыздар ма, болды. Уақыттан да ұтылдыңыздар. Есептен де ұтылдыңыздар. Сондықтан аласыздар. Шығарылмаған есептерді, ертең пробныйға кірген, кәдімгі тест тапсыруға кірген. Шығарылмаған есепті, шығарылмаған жауапты белгілемеңіздер, өтірік белгілемеңіздер, олардан өтіп кетіңіздер. Потом қайттан кеп, айналып кеп, соны тапсырасыздар. Бірінші өздеріңіз білетіндеріңізге сенімді болып, барып соның бүкілін белгілеп келіңіздер, ең соңында білмейтіндеріңізге келіңіздер. Бүкіл пәннен сөйтіңіздер. Өздеріңіз таңдау пән болсын, ТГО болсын, ағылшын болсын, бүкілінен бірінші бас, чүт кей кездері әртүрлі кезде әртүрлі істеп кетеді ғой бас. Соған бәлкім бір круг жасап келсеңіздер істеп кетуі мүмкін.
Хорошо? И бір-біріңізбен жиналсаңыздар болады, бүкіліңіз бір группаға қосылғансыздар, можете сол жерден бөлек қайта группа ашып, немесе сол жер арқылы бір-біріңізбен ақылдасып, бір уақытта жиналып, бірге кешке жиналсаңыздар болады. Егер араларыңызда кіре алмайтындар болса, мен бос емеспін десе, хотя бы ана пробный тестті бірге сатып аласыздар ғой, сол сатып алған ақшасын қоссын, и сіздер сол талдаған нәрселеріңіздің бүкілін презентацияға PDF қылып жинап, группаға жіберіп, бір-біріңізбен солай жаттасаңыздар болады. Ол пробныйға, тест тапсыруға кіруден алдын бүкілі сөйтіп жасаған. Біздің кезде де біз солай тапсырғанбыз. Сол арқылы мен ана таңдау пәнінің екіншісін тапсырғанмын. Алдындар тоже группадағы адамдарға айтқанмын мен, өзімнің пробный таңдау пәнінің екіншісі бізде әдістеме ғой, педагогиканың әдістемесі. Ол өте қиын нәрсе. Сондықтан пробныйдан келген максимум 20 балл еді ол кезде. Таңдау пәнінің екіншісі 20 балл ғой, 20 баллдан 16 ма сондай алғанмын мен. Бұл пробный арқылы, пробныйдан жаттағанымды. Қазір пробный тесттің 10 варианты бар, иә? 10 вариантының бізде шынайы тестті, сол хотя біреуі келеді, иә? Ол точно информация ғой, өзгеріп кетуі мүмкін емес қой, иә? ГО, ағылшын деген нәрселер өзгеріп кетуі мүмкін, но ана таңдау пәндеріңіздің екіншісі бар ғой. Иә, Сол пробныйдағы сұрақтардың хотя бы сіздің нұсқаңызда хотя бы соның 70% келеді. Еще самый қиыны болған, ол 2-3 ответі дұрыс болатын сабақ емес пе, иә? Иә, вот сол. Соны даттап алыңыздар. Ондай адамды қайда жаттаймын? Қазір мына жерде бүкіліңіздің таңдау пәніңіз басқаша ол десеңіздер, телеграмға кіріп, телеграмнан табасыздар. Сонымен сабақ аяқталды. Шыға берсеңіздер болады. Рахмет, үлкен сау болыңыз. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.